Альбосында оқимын. Маме ертегі кітаптарын, Қамаша деген кітап маған өте қатты ұнады. Мынақта біз тұратын жер бар. Міне. Мынақта Жеті Қамаша туралы айтылған. Міне. 4 мезгілі айтылған. Қыз, көктем, жаз, күз. Мынақта ең суық жер, мына жерде ағаю, итбалық, пингвиндар өмір сүреді. Менің атым Ғабит Іңкәр Абайқызы. Төртінші мектеп, 0 сыныбы. Номер табын, ертегін айтып берейін. Ертегі айтпайды, маған босық пісіп дейді. Ажайды, жарайды дейді. Терезен артына қойып қояды, домай кетіп қалады. Енді қоянға ереді. Қоян айтады, мен сені жеймін дейді. Жемейсің дейді. Мен саған өлең айтып берем дейді. Атадан қастым, әжеден қастым, енді сенен қасам. Қасқырға келеді. Қасқыр айтады, мен сені жеймін дейді. Жемейсің мені дейді. Онда мен саған өлең айтып беремін дейді. Атадан қастым, әжеден қастым, қояннан қастым. Енді аюға қарсы кетем. Аю айтады, мен сені жеймін дейді. Жемейсің дейді. Мен саған өлең айтып берем. Атадан қастым, әжеден қастым, қояндан қастым, қасқырдан қастым, енді сенен қасам. Түлкіге ереді. Айтады, босақ, мені жемейсің дейді. Мен саған өлең айтып берем. Атадан қастым, әжеден қастым, қояндан қастым, қасқырдан қастым, аюдан қастым. Енді сенен қасам. Түлкі жеп қояды. Сау болса енді аяқтады. Менің ертегі кітаптары. Мен Бақырдан Ислам Мағанұлы 4-ші мектепте 0 сыныбында оқимын. Анам маған күнде ертегі оқып береді. Соның ішіндегі 3 аю ертегісін жақсы көремін. Мен Шықтыбай Расулханның ұлы 4-ші мектеп 0 сыныбына оқимын. Мен кітаптарды оқуға жақсы көремін. Ата, апа, ана, нан, пана, ата, тана, atan, апан. Қыздар Жанұлы, мен 4-ші мектепте оқимын. 0 сыныбында оқимын. Мен Альбияны оқығанды ұнатамын. Авля. Авля. Овля. Ловля.